Дәрігер болып жұмыс істедің дейсің бе? Өтірігіңді соға бер, зек қатын, деп зәрлене тіл қатты элиталық мейрамхананың әкімшісі. Ол үстіне су халат киген, жасы 50-ге таяп қалған ыдыс жуушы әйелге жиіркенішпен қарап тұрды. Кезінде талай адамды ажал тырнағынан жұлып алып, өмір сыйлаған мына алтын қолдар қорлықты үнсіз жұтып, біреудің лас ыдысын ысқылап жуа берді. Бірақ дәл осы күні сән салтанаты келіскен дүркіреген тойда жергілікті байдың жалғыз ұлы кенеттен тынысы тоқтап, еденге суап түскенде, әлгі жасанды тобырдың бар тәкаппарлығы лезде ұшып жоғалды. Ал барлығы менсінбей мұрнын шүйірген қылмыскер әйел өлім аузында жатқан жігітке қарай батыл қадам басқанда бүкіл зал сілтідей тынды. Қадірлі көрермендер, оқиғаны жалғастырмас бұрын бізді қай қаладан, қай өмірден көріп тыңдап отырғандарыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Тыңдалымдарыңыз көңілді болсын. Ыстық сабынды су жұқа резеңке қолғаптан өтіп, теріні күйдіре жаздайды. Бір кездері стерильді медициналық латекс киген бұл саусақтары скальпель жүзін сенімді әрі дәл бағыттап, талай жанның өмірін сақтап қалған еді. Ал қазір олардың басты міндеті ауыр фарфор тәрелкелерде қатып қалған тұздықтардың қалдығын қырып тазалау. Хирургиялық шамның көз қарайтын жарық әрі мейірімсіз сәулесі туралы естеліктер баяғыда көмескіленіп, оның орнын мейрамхананың ыдыс жуатын бөлмесіндегі төбесі аласа күңгірт сары шам басқан. 2004 жыл Қазақстанның өндірісті қаласы Степногорск өзінің қарбалас, у-шуға толы тіршілігімен қайнап жатты. Жаңа капиталдар мен өмірдің жаңа қожайындарын қалыптастырған кезең. Алтын бүркіт мейрамханасы қаладағы ең элиталық орын саналатын. Бұл жерге адамдар оңай келген ақшаны шашуға, сәтті келісім шарттарды атап өтуге және дүркіретіп той жасауға келетін. Ас үйде құлақ тындырарлық шу, үлкен табалардағы қызып тұрған майдың шыжылдаған дауысы, пышақтардың сылдыры, аспаздардың айқайы. Мәдина терең темір раковинаның жанында тұрып, табақтарды бірінен соң бірін ырғақпен қайнаған суға батырып жатты. Ол 43 жасқа қараған шақ еді. Ерте түскен ақ кірген қалың қара шашын ақ орамалдың астына тас қылып түйіп алған. Оның қимылдары үнемді, нақты. Бірде-бір артық қозғалыс жоқ. Бұл көп сағаттық ота кезінде күшін үнемдеп үйренген хирургтың кәсіби әдеті. Пластик есік шалқасынан ашылып, ыдыс жуатын қапырық бөлмеге желмен бірге зал әкімшісі Ерлан кіріп келді. Шашын артқа жылтырата тараған 30-дардағы жігіт өзімен бірге тәтті ерлер әтірінің өткір иісін ала келді. Бұл иіс ас үйдегі дәмдеуіштер мен қуырылған еттің иісін лезде басып кетті. Ерлан лас ыдыстардың үйіндісіне менсінбей көз жүгіртті. «Ей, интеллигенция, ұйықтап қалдың ба немен?» деді ол даусын созып. «Жарты сағаттан кейін 40 адамдық банкет басталады. Маған тап-таза фужерлер керек. Ал сен мына жерде бір тәрелкемен медитация жасап тұрсың». Мәдина кранда ақырын жапты. Судың гүрілі басылды. Ол басын бұрып әкімшіге сондай бір сабырлы, түпсіз терең жанармен қарады. Осы көзқарастан Ерланның әрдайым зәресі ұшатын. «Фужерлер сыртылып, сервировка үстелінде дайын тұр, Ерлан Валерьевич», деп сабырмен жауап қатты әйел. Оның даусында ешқандай қорқыныш та, жалтақтау да жоқ. Тек салқын сыпайылық қана бар еді. Ал тәрелкелер мұқият жууды қажет етеді. Әлде қонақтардың ыдыс шетінен бөтен біреудің далабының ізін көргенін қалайсыз ба? Ерлан жүйкесі жұқарып, иығын жоқып қалды. Оның бұл әйелге деген жыны келетін. Оның тік ұстаған арқасы, сауатты сөйлеген сөзі, ешқашан жерге қарамайтын тік көзқарасы ашуын келтіретін. «Сен маған бұл жерде сөз сөйлеме», деді ол өз сенімсіздігін дөрекілікпен жасыруға тырысып. «Білеміз сенделерді. Дәрігер болдың дейсің ғой. Қайдағы? Өтірігіңді соға бер, зек қатын. Сенің мына биографияме жалпы жұмыс қалғанымызға рахмет айт. Қарап тұр, егер бір күміс шанышқы жетіспей қалса, ұшқан құстай қайтадан түрмене барып түсесің». Ол кілт бұрылып, есікті тарс жауып шығып кетті. Мәдинаның бет бұлшық еті де қимылдаған жоқ. Тек саусақтары губканы қаттырақ қысты. Зек қатын. Бұл сөз енді оған ауыр тимейтін. Тек тілінің ұшында кермет дәм ғана қалдыратын. Ол қайтадан кранды ашып, қолдарын қатты аққан судың астына тосты. Судың шуы ас үйдің дыбыстарын басып, оның санасын өзі қашуға қатырысқан өткен шаққа алып кетті. Жады оған ешқашан еске алғысы келмейтін, өртеп жіберуге дайын сол бір ауыр суретті қайта асынды. Жалпы режимдегі әйелдер түзеу колониясы, 50 әйелге арналған ұзын барақ. Ондағы ауа сондай ауыр, кір сабынның, арзан темекінің және іште сақталған өшпенділіктің иісіне әбден сіңген. Бірінші күні ауыр темір есік оның артынан жабылғанда, жергілікті тұрғындар жаңа келген әйелдің мысын басып сынамақ болды.
Оның төсевіне үшеуі жақындап келді. Олардың басшысы, дөрекі бет әлпеті бар, толықтау келген әйел үн-түнсіз Мәдинаның жинаулы тұрған киімдерін лас еденге сыпырып тастады. Астыңғы төсек менікі, интеллигенция. Үстіне шығасың ба, деді ол мысқылдап. Жаңадан келген әйелдің жылағанын, айқайлағанын немесе төбелескенін күтіп. Бірақ Мәдина айқайламады. Ол баяу орнынан тұрды. Иығын тіктеп, өзін хорлаған әйелдің көзіне тіке қарады. Дәл осы сәтте оның ішінде, ота үстелінің үстінде ажалдың көзіне талай рет тіке қараған сол баяғы мықты хирург оянды. Қыздар, Мәдинаның дауысы жай шыққанмен оның ішіндегі мұздай болаттың суықтығы сонша, барақтағы барлық әңгімелер сап тыйылды. Мен 15 жыл бойы адамның ішек қарнын ақтардым. Мен сіздер көрсет алып қалатын сұмдықтарды көрдім. Жерге лақтырылған жемпірмен мені қорқыту мүмкін емес. Заттарымды орнына қойыңыздар, өтінемін. Олар оның сөзінен емес, адамның өңменінен өтіп кететін ауыр көзқарасынан сескеніп артқа шегінді. Бірақ нағыз құрмет оған 2 айдан кейін келді. Түн ішінде барақтың үлкені, Тұрсын апа деген егде жастағы әйелдің өт қабы қатты ұстап, ауыр криз басталды. Ол ауа жетпей, еденде аунап қиналып жатты. Кезекші қарауыл әйел тек қолын бір сілтеді. Таңға дейін шыдайды өтірікші. Сол кезде Мәдина темір торға жақындады. Ол өтінген жоқ, ол бұйрық берді. Пациентте өт қабының жарылуы аясында перитонитке күдік бар, деп кәсіби терминдерді сондай бір өктем дауыспен кесіп айтқаны сонша, қарауыл сасып қалды. Егер 10 минут ішінде осы жерде зембілмен фельдшер болмаса, таңертең сіздерде мәйіт болады. Ал мен хаттамада медициналық көмек көрсетілмеуі, өлімге әкеп соқтырғаны жазылуын жеке өзім қадағалаймын. Уақыт кетті. Жедел жәрдем шақырылды. Тұрсын апаға ота жасап үлгерді. 1 айдан соң ол бараққа оралғанда, ең бірінші Мәдинаға келіп, оның тумбочкасына түрмедегі ең қат қанттың бір бөлігін үнсіз қойды. Бұл ең үлкен құрметтің белгісі еді. Сол күннен бастап колонияда оны ешкім Зек деп немесе фамилиясымен атаған емес. Тек қана үлкен құрметпен доктор дейтін. Мәдина ол жақта аман қалды. Өйткені ол өзін аяуға тыйым салды. Ол түрмеде ауруханадағы ұзақ қажытатын кезекшілік ретінде қарады. Тек өз жұмысынды істеп, бет-бейнеңді сақтап қалу керек. Бірақ түрме қабырғалары оның ері-жігерін сындыра алмаса да, жақындарының сатқындығы оның жанында ешқашан жазылмайтын терең жара қалдырды. Кезекті тәрелке тазалықтан жалтырап шықты. Мәдина оны кептіргішке қойды. Кеудесі тарылып, ыстық бірдеңе күйдіріп бара жатты. Бейне бір-біреу оның қабырғасының астынан қып-қызыл болып қызған кілтті бұрап жатқандай. Аурудың жаңғырығы. Ол әрдайым аяқ астынан келетін. Ол сот залын есіне алды. Қапырық шілде күні. Судья балғасының парсылы және үкімнің құрғақ, немқұрайлы сөздері. 3 жылға бас бостандығынан айырылсын. Сол кезде Мәдина залда тек бір ғана жанарды іздеді. Күйеуінің көздерін. Мұрат 2-ші қатарда отырды. 20 жыл бойы бір нанды бөлісіп, бір төсекте жатқан азаматы. Қымбат жүн костюм киген, күтімі келіскен ол, мына қазыналық мекемеде мүлдем бөтен адамға ұқсады. Үкім оқылғанда Мұрат орнынан ұшып тұрған жоқ. Әділетсіздікке қарсы айқайлаған жоқ. Ол жай ғана көзін алып қашты да, галстугін жеркенгендей түзеп, әйелінің білегіне кісен салынғанында күтпестен есікке қарай беттеді. Кейінірек Мәдина оның сол кезім өзінде өзінің сәулет бюросындағы жас қызметкермен жарты жылдан бері көңіл қосып, қос өмір сүріп жүргенін білді. Сот оған проблемалық әйелінен құтылып, өзінің мінсіз биографиясын тазартуға таптырмас сылтау болды. Ал Мұраттың бос қалған орнының жанында олардың қызы Дана отырды. Ол енді ғана 18-ге толған. Қыз анасына үрей мен түсініспеушілікке толы үлкен көздерімен қарады. Ол жанардағы үнсіз сұрақ. Сен мұны қалай істедің? Мәдина ығалды қолдарымен темір раковинаның шетіне сүйеніп көзін жұмды. Ол қалай істеді? Осыдан 3 жыл бұрынғы сол бір қасіретті күні университеттен қоңырау шалынды. Дана баспалдақтан құлап, есінен танып қалыпты. Бас сүйегіне зақым келуі мүмкін. Кезекші дәрігер Мәдинаны аналық қорқыныштан есін жоғалта жаздап, есікке қарай ұмтылды. Бара ғой Мәдина тайым, қызына үш, деп бәйек болды қасындағы аға акушер талшын. Тоғыша келген қызыл шырайлы әйел. Ол Мәдинаның иығынан мейірлене сипады. Бөлімді мен қарай тұрамын. Бізде тыныштық. Тек 3-ші палатадағы бір ауыр жүкті әйел бар. Бірақ оның көрсеткіштері қалыпты. Бара ғой, мен өзім алып шығамын. Сол кезде Мәдина ординаторлық бөлмеде бас дәрігердің мерейтойын тойлап жатқанын, ал талшынның аузынан шыққан коньяктың жеңіл иісін және оның жалтақтаған көздерін байқамады. Ол қызына кетті. Ал түнде әлгі ауыр жағдайдағы пациенттің халі нашарлап кеткен.
Талшын өзінің мас екенін кезекші реаниматолог байқап қалады деп қорқып, оны шақырмай қойған. Ал таңертең өз салғырттығының ізін жасыру үшін пациентті асығыс үйіне шығарып жіберген. Жас келіншек 3 күннен кейін сепсистен қайтыс болды. Тергеу басталғанда Талшын еңіреп жылап, балаларының денсаулығымен ант етіп, Мәдинадан өзін құртпауды жалынып сұрады. Құжат бойынша кезекші дәрігер сенсің ғой, Мәдина, ал менің жүрегім ауырады. Мен түрмеде тірі қалмаймын деп, бос ординаторлық бөлмеде тізерлеп тұрып жылады акушерка. Және Мәдина бар кінәні өз мойнына алды. Ол сот барлығын анықтап, мән-жайды ескеріп, шартты жаза береді деп сенді. Бірақ жүйеге көрнекі жаза қажет еді. Ей, Мәдина! Аспазшы Раушанның қарлығыңқы даусы оны естеліктер тұңғиығынан жұлып алды. Мәдина селк етіп көзін ашты. Раковина бос екен. Елулер шамасындағы толықтау әйел Раушан ыдыс жуатын бөлменің есігінде жақтауға сүйеніп әзер тұр екен. Оның беті қуарып, маңдайынан ірі тер тамшылары шығып кеткен. Ол қырылдап, ауа жетпей шулы дем алып тұр. Мәдина, деп ыңырсыды аспазшы кеудесін ұстап. Маған бірдеңе болып тұр. Көзім қарауытып. Мәдина қолындағы резеңке қолғапты лезде жұлып алды. Ас үйдегі шу, Ерланның қорлауы, өзінің ішкі дерті, бәрі 1 секундта ғайып болды. Тек пациент қана қалды. Ол Раушанды құлап кетпесін деп шынтағынан демеп, аласа орындыққа отырғызды. Мәдинаның саусақтары дағдылы, нақты қозғалыспен аспазшының білегіне барып, тамыр соғысын тапты. Тамыры әлсіз, секірмелі. Раушанның бетін жабысқақ тер басты. Еріндері көгеріп кеткен. Бір қалыпты дем аламыз, мұрынмен жұтып, ауызбен шығар, деп бұйырды Мәдина. Оның дауысы бәсең шықса да, бұл тыныштықта мызғымас сенімділік жатыр еді. Бүгін қандай дәрі іштің? Есіне түсір. Раушан жұмыс киімінің жағасын жұлқылай тартып, ауаны ашкөзікпен жұтып жатты. Таңертең қан қысымым көтеріліп кетті, деді ол сыбырлап. Көршім бір жаңа дәрі берген, К әрпінен басталатын сияқты еді. Мәдина іште ең танымал препараттарды шолып өтті. Түсінікті, ингибиторлар. Олар жиі осындай жанама әсер береді. Бронхтың күрт тарылуы және қысымның төмендеуі. Саған қазір қантты көп қосып, ыстық қою шай ішіп, аяғыңды сәл көтеріп жату керек. Осы кезде есік қайтадан тарс ашылды. Ерлан қолындағы былғары дәптерін бұлғандатып бөлмеге басып кірді. Түсінбедім, бұл жерде не, ақсүйек қыздардың клубы ма? Деп шыңғырды әкімші. Ана жақта қонақтар бірінші ыстық тамақты талап етіп жатыр. Ал аспазшы бұл жерде дем алып отыр. Мәдина баяу бойын тіктеп, ентігіп отырған Раушанды өз денесімен қалқалады. Шамның күңгірт жарығында оның мүсіні тастан қашалғандай көрінді. Адамның препараты жақпай қалған, Ерлан Валерьевич, деді ол әр сөзін шегелеп. Егер сіз қазір оны плитаның жанына тұруға мәжбүрлесеңіз, 10 минуттан кейін ол есінен танып, қайнап тұрған табаның үстіне құлайды. Ал содан кейін тергеушіге сіздің ауысымыңызда қызметкердің неге қаза тапқанын түсіндіруге тура келеді. Ерланның үні өшіп қалды. Жақ сүйектері ойнап кеткенімен, полициямен сөйлесу перспективасы оның аптығын лезде басты. Ол кез келген тексеруден, әсіресе қымбат азық-түлік сатып алудағы өзінің жеке алаяқтықтары ашылып қалуынан қатты қорқатын. 15 минут, деп ақырды ол бір адым артқа шегініп. Суын ішсін де, тез таратуға барсын. Ал босқа өткен уақытын айлығынан ұстап қаламын. Есік оның артынан тарс жабылды. Мәдина шайнектен қайнаған суды тез құйып, шынаяққа 3 кесек қант салып Раушанға берді. Аздап ұрттап іш, ертең міндетті түрде терапевтке барасын. Мен саған бронхты тарылтпайтын жақсы, жұмсақ аналогтың атын жазып берем. Раушан дірілдеген қолдарымен ыстық кружканы құшақтап, ыдыс жуушы әйелге құрметпен қарады. Мәдина, сен шынымен де мықты дәрігер болған екенсің ғой, деп сыбырлады ол есін жинап. Сонда сендей адамды бұл жерге не үшін айдап жіберді екен? Қателік үшін, Раушан, деп тегіс жауап берді Мәдина, раковинаға бұрылып, қолғабын қайта киіп жатты. Өте қымбат қателік үшін. Ішіп болды, бара ғой. Екеумізге де ақша керек. Ауысым түн ортасынан ауа аяқталды. Степногорск Мәдинаны кеш күздің ызғарлы желімен қарсы алды. Қала жанған жапырақтардың, ылғал асфальт пен көлік түтіннің иісі сіңген көк тұманға оранған екен. Көше шамдары қараңғылықтың ішінен кір шалшықтарды ғана жарықтандырып тұр. Мәдина аялдамаға қарай жаяу беттеді. Ол әрбір тиынды үнемдейтін. Оның арзан пальтосының қалтасында мұқият бүктелген ақша жатты. Бұл элиталық мейрамхананың ас үйіндегі 2 апталық бейнеттің ақысы. Оның жолы қаланың шетіндегі ескі 5 қабатты панельді үйлерге қарай түсті. Бұрын өткен өмірінде Мәдина төбесі биік кең пәтерге оралатын. Онда паркетте хрусталь люстраның сәулелері ойнап, дәлізде Мұраттың қымбат әтірінің иісі тұратын. Сотынан кейін бұрынғы күйеуі асығыс ажырасуды рәсімдеп, қу заңгерлердің көмегімен мүлікті бөліп алды да, Мәдинаға болмашы ғана тиын тебен бұйырды. Бұл ақша коммуналдық пәтерден кішкентай бөлме жалдауға ғана жетті. Подъезд есігі оны темірдің жағымсыз сылдырымен қарсы алды. Баспалдақта шам жанбай тұр.
Мәдина қараңғыда баспалдақтарды әдеттегідей санап шығып, ескі есіктің кілтін бұрады. Бөлме оны қапырық ауа мен ауыр, еңсеңді езететін тыныштықпен қарсы алды. Бұл жерде тек ең қажетті заттар ғана бар еді. Тар темір төсек, қисайған шкаф және терезе жанындағы үстел. Ешқандай жылулық, жайлылық жоқ. Тек ауысымдар арасындағы аялдама сияқты. Ол жоғарыдағы шамды жақпай, тек үстел үстіндегі әлсіз шамды ғана қосты. Пальтосын шешіп, Мәдина үстел басына отырды да, қалтасынан тапқан ақшасын шығарып, жұқа дестені тең емес 3 бөлікке бөлді. Біріншісі ең кішкентай иінді, айдың соңына дейін жарма, макарон және шайға. Екіншісі бөлме үшін тұнжыраған қожайынға төленетін ақы. Ал үшіншісін, ең үлкен бөлігін ол қарапайым ақ конвертке оқып тапсалды. Ертең таңертең ол поштаға барып, бұл ақшаны облыстың солтүстігіндегі шағын ауылға анонимді аударыммен жібереді. Онда жалғыз қызын жерлеген 7 жастағы ана тұрады. Мас талшының кесірінен сепсистен өртеніп кеткен сол жас босанатын әйелдің анасы. Мәдина сол қызы тірілте алмайтын, кезекші журналындағы өз қолында өшіре алмайтын, бірақ бұл ай сайынғы құрбандық оның өз кресін көтеруінің жалғыз жолы еді. Конвертті желімдеп болған соң, Мәдина үстелдің тартпасын ашып, ішінен ашылмаған хаттардың дестесін шығарды. Олардың бәрі Данаға жазылған еді. Және барлығы да адресат көшіп кеткен немесе алудан бас тартты деген мөрмен кері қайтарылған. Хаттардың астында фото сурет жатты. Суретте бақытты, беті ал қызыл Дана үлкен қонжықты құшақтап күліп тұр. Бұл жерде ол 15-те. Мәдинаның кеудесінде қайтадан ауыр, өткір ауру қозғала бастады. Түрмедегі кез келген айқайдан қаттырақ шығатын сол баяғы жаңғырық. 3 жыл бойы ол өз баласының өмірінен сызылып тасталды. Мұрат қолдан келгеннің бәрін жасады. Ол Дананың санасына анасы қылмыскер, отбасының масқарасы деген ойды сімірді. Колонияда Мәдинаға қоңырау шалуға тыйым салынған еді, ал хаттар кері қайтып жатты. Бірақ енді ол бостандықта. Ол бұдан әрі күте алмайды. Мәдина кедір-бұдыр саусақтарымен суреттегі қызының бетінен сипады. Ертең құлыным, деп сыбырлады ол, бос бөлменің тыныштығына. Ертең мен сенің институтына барам. Сен мені ең болмаса бір рет тыңдауың керек. Ол суретті орнына мұқият салып қойып, қатты матрасқа жатты да көзін жұмды. Ертеңгі күн оның жаңа өміріндегі ең қатал сынақ болмақ. Соттан да қорқынышты, түрмеден де қорқынышты. Ертең ол өз баласын қайтаруға тырысады. Ерте таң Мәдинаны сүйектен өтетін ызғарлы жел мен қалың тұманмен қарсы алды. Жел ойдым-ойдым асфальттың үстімен қураған жапырақтар мен газет қиындыларын ұшырып жүрді. Университетке барар алдында Мәдина пошта бөлімшесіне соқты. Мұрынға сүргіштің, шаң басқан қағаз бен арзан штемпель бояуының иісі ұрды. Ол терезеге кезекке тұрып есептегішке бір десте ақшаны қойды. Оператор шашын аққа бояған, бет бейнесі селсоқ әйел түбіртекке үн-түнсіз мөр басты. Ақша алыс ауылдағы қайғысын Мәдина өз қайғысындай қабылдаған әйелге кетті. 2 сағаттан соң ол Сәулет құрылыс институтының үлкен бағаналарының жанында тұрды. Дана осы жерге оқуға түскен болатын. Қазір қызы 21-де, соңғы курс. Уақыт мейірімсіздікпен тез өтіп, олардың бірге өткізген бүкіл өмірін шайып кеткендей еді. Мәдина жұқа арзан пальтосына қымтанып, бір аяғынан екінші аяғына ауысып тоңып тұрды. Ауыр есіктер қайта-қайта тарс ашылып, шулы студенттердің топтарын сыртқа шығарып жатты. Ауада көші дүңгішектен шыққан тәтті тоқаштың және ащы темекі түтінінің иісі қалықтап тұр. Ақыры есік алдында Дананың таныс бейнесі көрінді. Мәдинаның тынысы 1 секундқа тоқтап қалып, үзік-үзік демге ұласты. Қызы керемет есейіп кетіпті. Жасөспірімдік бұрыштылығы жоғалып, оның орнына жас әйелдің сенімді мүсіні келген. Дананың үстінде сәнді қысқа дубленка мен етегі кең джинсы шалбары 2004 жылдың нағыз тренді. Ол 2 құрбысымен бірдеңені талқылап, қатты күліп келе жатты. Қолында түрлі түсті экраны бар жаңа ұялы телефон. Мұраттың сыйлаған қымбат сыйлығы екені көрініп тұр. Мәдина қыздар тобының алдынан шықты. Дана, қызды үні өшіп қалды. Күлкісі оның бетінен баяу, бірақ еріксіз сырғып түсті. Құрбылары үнсіз қалып, позығы жеткен пальто мен дөрекі бәтеңке киген бейтаныс әйелге қызыға қарап тұрды. Сен? Дана жан-жағына үрейлене қарап алды да, содан кейін жылдам, тіпті дөрекі түрде Мәдинаның шынтағынан ұстап, шетке, үлкен бетон қоқыс жәшігінің артына сүйреп әкетті. Сен мұнда неге келдің? Қызының дауысы тыншығып, үрейдің ысқырған ноталарымен шықты. Оның жанарында қуаныш та, таңғалу да жоқ. Тек біреу көріп қояма деген қою, жабысқақ қорқыныш қана тұрды. Мен сені көргім келді, деді Мәдина ақырым ғана, бауырының көзіне үңілуге тырысып. 3 жыл өтті ғой құлыным, мен саған хат жаздым, бірақ хаттар кері қайтып жатты. Қайтқаны дұрыс болған. Дана иығындағы сөмкесінің бауын жұлқына түседі. Оның жанары анасының қажыған қолдарына, орамалдың астынан шығып тұрған ақ шаштарына жиіркене қарап өтті.
Әкем маған бұл сандырақты оқуға тыйым салды. Ол маған бәрін түсіндірді. Сен адамды өлтірдің. Тіпті біздің алдымызда ақталуға да тырыспадың. Ол өтірік Дана. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Мен кінәні өз мойныма алдым. Жетеді, деп кесіп айтты қыз. Жақын жерден өтіп бара жатқан екі студент айқайға жалт қарады. Дана лезде дауысын қаһарлы сыбырға түсірді. Бұл жерде маған сцена жасауға батылың бармасын. Мен беделді факультетте оқимын. Менің жігітім текті отбасынан шыққан. Оның ата-анасы менің анам шетелде тұрады деп ойлайды. Егер олар шындықты білетін болса ше, сен өзіңнің өміріңді қалай құртсаң, енді менің де өмірімді құртқың келіп тұрма. Бұл сөздер қамшыдай осылды. Кез келген физикалық соққыдан да дәлірек, ауырырақ тиді. Мәдина кеудесіне қорғасын құйып жібергендей ауырлықты сезінді. Бейне бір ішінде салқын шойын шар баяу айналып жатқандай. Міне, нағыз жаза осы екен. Дана одан ұялды. Дәрігер мен сәулетшінің бақуатты отбасында өскен қыз кенеттен сотталған адамның қызына айналды. Бұл статус оған қара таңбадай, жанына салған терең жарадай көрінді. Және ол оны әдемі киімнің, шетел туралы аңыздың артына жасыруға барын салды. Мұрат жағдайды шебер пайдаланып, Мәдинадан өз баласының көз алдында құбыжық жасап шығарған еді. Мәдина қызының жиеніне жай ғана жанасқысы келіп қолын созды, бірақ Дана асығыс артқа шегінді. Мені ұстама, деді ол тістене. Қайдан келсең сонда қайт. Менің енді анам жоқ. Менің тек әкем ғана бар. Ол менің оқуымды төреп, маған қамқорлық жасайды. Қыз кілт бұрылып, жүйкесі жұқарған жылдам қадамдармен маршруттық такси аялдамасына қарай жүріп кетті. Ол бір ретте артына қарамады. Мәдина бетон қоқыс жәшігінің жанында тұрған орнында қатып қалды. Жанынан адамдар өтіп жатты, қала шулап жатты. Алыста бір жерде көліктің сигналы шырқырай естіледі. Ал ол тамыр соққан бостықтан меңіреу болып қатып тұр. Бұл оның өз еркімен тұңғиыққа секіруіне себеп болған сол баяғы аурудың жаңғырығы еді. Өмірінен де артық жақсы көретін адамыңның өзін құтқару үшін сенен бас тартуының ауыр азабы. Сұр аспаннан ұсақ, жағымсыз жаңбыр сіркірей бастады. Мәдина пальтосының жағасын көтерді. Оған жұмысқа бару керек еді. Тау-таулас ыдыспен улы тілді Ерлан күтіп тұрған алтын бүркіт мейрамханасына. Өмір жалғасып жатты. Ұзақ қайғыруға уақыт бермеді. Ол трамвай аялдамасына қарай баяу сүйретіліп кетті. Жердің тартылыс күші кенеттен бірнеше есе артып кеткендей, әрбір қадамы оған өте ауыр тиді. Сол күні кешке мейрамхана құжынаған құмырсқаның илеуіне ұқсап кетті. Грандиозды оқиғаға Болат Мақсатұлының жалғыз ұлының тойына дайындық жүріп жатты. Степногорск қаласында бұл кісінің есімін тек үлкен құрметпен ғана айтатын. Ірі өндіріс орындары мен құрылыс фирмаларының иесі мұрагерінің үйлену тойын патшаларға лайық кең ауқымда атап өтуді шешкен. Ерлан Асимен залдың ортасында безек қағып, истерика мен бұйрықтар беріп жүрді. Оның жіңішке саусақтары үнемі пиджагының жағасын жылқылайды. Ол өте жақсы түсінді. Егер банкет мінсіз өтсе, оны қомақты сыйақы және мүмкін басқарушыға дейін көтерілу күтіп тұр. Егер кішкене қателік кетсе, оны тас-талқан етіп үгітіп жібереді. «Интеллигенция», деп айқайлады ол ыдыс жуатын бөлмеге кіріп келіп. «Ертең 2 сағатқа ерте шығасың. Чехиядан Хрусталь партиясына келеді. Әр рюмкені қолмен жуасың. Біреуін сындырсаң, 1 ай тегін жұмыс істейсің». Мәдәу қазанды тазартудан бас алмастан сабырлы түрде бас изеді. «Мен сізді түсіндім, Ерлан Валерьевич. Ертең таңғы 8-де боламын». Оның бір қалыпты үні әкімшіні қайтадан тепе-теңдіктен шығарды. Ол тәтті әтірінің иісін бұрқыратып, жақынырақ келді. «Сен неге соншама сабырлысың?» Ол көзін сығырайта қарады. «Сені қуып шығуға себеп таппаймын деп ойлайсың ба? Біздікі элиталық мекеме, ал сен оның сыртқы көрінісін бұзып тұрсың. Есінде сақта, 1 қадам солға, 1 қадам оңға бассаң, көшеге ұшасың». «Менің жұмысым таза адыс», деп жауап берді Мәдина жылтыр металл бетінен өзінің бұрмаланған бейнесіне қарап. «Ол таза болғанша, сіз мені еш нәрседен кінәлай алмайсыз. Ал мекеменің имиджін ыдыс жуушының биографиясы емес, тағамның сапасы жасайды». Ерланның беті қып-қызыл болып, ашулы тирадасын төгуге аузын аша бергені сол еді. Аси жақтан ыдыстың құлаған қатты гүрсілімен тұншыққан әйелдің айқайы естілді. Ерланның түсі қашып, қуарып кетті. Оның сүйір беті ашудан қисайып, пластик есікті жұлып ала жаздап, Асиге атып шықты. Мәдина асықпай кранды жауып, қолдарын қатқыл сүлгімен сыртты де, өзінің жеке қайғысын әдеттегідей артқы планға асырып, соңынан ерді. Ауруханада ол жеке қайғыдан өзгенің қайғысына лезде ауысып кетуді үйренген болатын. Үлкен Асиді
үйдің ортасында кафель еденнің үстінде Раушан отыр. Оның айналасында қою қызыл тұздықтың шалшығы жайылған. Ішінде қымбат фарфор ыдыстардың сынықтары жатыр. Аспазшы арқасымен металл тіреуішке сүйеніп, ауа жетпей қиналып демалып жатты. Көзін соқыр ма? Деп шыңғырды Ерлан сілекейі шашырап. Ол жалтыраған туфлимен сынықтардың қасында тыпырлап тұрды. Бұл жас жұбайлардың үстеліне арналған эксклюзив қой. Әрқайсысы 2000 теңге тұрады. Мен сені тыр жалаңаш қалдырамын. Сен бұл ыдысты өмірінің соңына дейін жұмыс істеп өтейсің. Бас аспазшы, мұрты толық ер адам, жанжалға араласпай, тек наразылықпен басын шайқап тұрды. Басқа жұмысшылар қаһарына мінген әкімшінің ыстық қолына түсіп қалмау үшін бұрыш-бұрышқа тығылған. Мәдина жылдам Раушанға жақындап, жұмыс халатының етегі жабысқақ қызыл тұздыққа малынғанына қарамастан, оның алдына тізерлей отырды. Раушан, маған қара, деді ол әйелдің бетін алақандарына алып қатаң түрде. Аспазшының терісі жер түстес болып қорқынышты қуарып кеткен екен. Басың айналып, жүрегің айнып жатыр ма? Көзіңнің алдында қара дақтар бар ма? Раушан басын ұсақ-ұсақ изеді. Оның толық бетімен жас домалады. Мәдина жан, мен дәріні ауыстырған жоқпын. Сен айтқан дәрі қымбат екен. Ескісін іше салайын деп едім. Желкеден бір ұрғандай болды. Қараңғылық. Кет оның қасынан, санитарка, деп ақырды Ерлан Мәдинаға төне түсіп. Спектакль қоюды доғарындар, мас шығар бұл. Екеуін де маған қасқыр билетмен ұшасындар осы жерден. Мәдина баяу орнынан тұрды. Оның көзінде колониядағы ең қатыгез рецидивист әйелдердің өзін үнсіз қалдыратын сол бір қауіпті, суық от жанды. Ерлан Валерьевич, Мәдинаның дауысы жай шықты, бірақ әр сөзі қорғасын тастай ауыр түсті. Оның дұрыс таңдалмаған терапия аясында гипертониялық кризис таптыр. Егер сіз қазір айқайлауды тоқтатпай, оған тыныштық бермесеңіз, ми қан тамырлары шыдамай кетуі мүмкін. Сіз жылдың ең маңызды тойы күні жұмыс орнындағы инсульт үшін жауапкершілік алуға дайынсыз ба? Егер оның мерекесіне милиция мен жедел жәрдем зембілмен кіріп десе, Болат Мақсатұлы қатты қуана қоймас. Құдіретті тапсырыс берушінің атын атау әкімшіге сиқырлы әсер етті. Оның лезде үні өшіп, галстугын жүйкесі жұқара түзеп, жиіркенгендей бір қадам артқа шегінді. Мына жердің бәрін тазалаңдар, деді ол бас аспазға. Ал мына ауруды қоймаға отырғызып қойыңдар, көзім көрмесін. Ал сияқыны оның өзінен алып тастаймын. Ол кілт бұрылып, артында тек тәтті әтірдің бұлтын қалдырып, залға қарай асығыс кетіп қалды. Мәдина Раушанға орнынан тұруға көмектесті. Бұрынғы бөлім меңгерушісінің иығына сүйенген аспазшы онымен қан сауынған қаптар тұратын тар қоймаға әзер жетті. Мәдина оны аударылған ағаш жәшікке отырғызып, таза сүлгіні мұздай суға малып, әйелдің желкесіне басты. Тыныш отыр, көзіңді жұмып демал, деді ол қан қысымын сәл де болса төмендету үшін Раушанның білевіндегі активті нүктелерді уқалап. Мен саған тәтті шай әкелемін. Рахмет саған, Мәдинатай, деп күрсінді Раушан. Егер сен болмасаң, ол мені нақты жұмыстан қуатын еді. Ал менің ұлым бар. Өзің білесің, бәріне масылмын ғой. Мәдина қалт тұра қалды. Масыл деген сөз оның жанына пышақтай батты. Институт қабырғасындағы Данамен болған жақындағы сөйлесу қайтадан есіне түсіп, іш құрылысын өртеп жіберді. Ол да өз отбасы үшін масыл болған жоқ па? Бұрынғы күйеуінің мінсіз репутациясындағы дақ, өз қызының ұятты құпиясы емес пе? Ол Раушанның иығын үнсіз қысып, оған өз жылуының бір бөлшегін берді де асиге шықты. Оған раковинаға оралу керек еді. Бір қалыпты және ауыр еңбек, ойларды уақытша болса да тұншықтыруға қабілетті жалғыз дәрі болды. Сенбі келді. Алтын бүркіт мейрамханасы соңғы бір апта бойы осы күнге дайындалған еді. Мәдина жұмысқа таңғы 7-де келді. Қала қалың, көкшіл тұманға оранып әлі ұйықтап жатқан. Ауа аязды, ауыздан бу шығады. Мейрамхананың кең залында тіршілік қайнап жатты. Даяшылар имен панельдерді жалтырата сыртып жүр. Флористер үстелдерге тірі Раушан мен лала гүлдерден жасалған үлкен композицияларды орналастыруда. Олардың қою, тәтті хош иісі жиһазға арналған полирольдің иісімен араласып кеткен. Ыдыс жуатын бөлмеде Мәдинаны нағыз сынақ күтіп тұрды. Бүгінгі салтанатқа арнайы әкелінген хрусталь бокалдар салынған бірнеше үлкен қорап. Жұқа мөлдір әйнек мінсіз тазалықты талап етті. Ешқандай ыдыс жуатын машина жоқ. Тек қол еңбегі, жылы су, қыша ұнтағы және жұмсақ фанель мата. Ол раковинаның жанында тұрғанына 5-ші сағатқа етті.
Арқасы сыздап, қажытып барады. Резеңке қолғаптары баяғыда жыртылып қалған, ал ыстық су қолдың терісін аяусыз құрғатып, егеу құм қағазына айналдырып жіберген. Мәдина кезекті бокалды алып, оны суға абайлап батырып, жуып кептіруге қойып жатты. Бірыңғай қозғалыстар оны өзіндік бір транс күйіне енгізді. Осындай сәттерде ол аурухананы жиі еске алатын. Дәліздегі күндізгі жарық шамдарының бір қалыпты гуілі, спирт пен кварцтың иісі, перзентхана блогының есігі алдындағы болашақ әкелердің уайымға толы жүздері. Ол өз жұмысын жан тәнімен сүйетін. Жаңа туған нәрестенің әрбір шырылдаған үні ол үшін жоқтық пен өлімді жеңген жеке жеңіс еді. Ал қазір ол өзгенің мерекесіндегі шаңды сыртып тұр. Ол пациент әйелді есіне алды. Сол қайтыс болған жас келіншекті. Оның ашық, мөлдір жанары мен сол жақ бетінде меңі бар еді. Мәдина оның бет әлпетінің әрбір бөлшегін, оны қабылдау кезінде қалай тексергенін есінде сақтап қалған. Қыз жымиып үлкен қарнын сипап, ұлымды тезірек көрсем екен деп сыбырлаған еді. Ұлы дені сау болып туды, ал анасы бірнеше күннен кейін ақылы клиникада сөніп қалды. Оны ол жаққа басталған қабыну үшін жауапкершіліктен қорыққан мас талшын асығыс жіберген болатын. Мәдина естеліктерді қуып ауыр күрсінді. Оның бұл жерде де, қазір де босаңсуға құқығы жоқ еді. Кешке қарай асүйдегі кернеу шегіне жетті. Салтанаттың басты иесі Болат Мақсатұлы келді. Дәлірек айтсақ, осы грандиозды спектакльді төлеп отырған адам. Еркі мықты, ауыр иегі мен ақылды көздерінің сұрқия көзқарасы бар ірі, шашы ағарған еркек ол залдың ішімен шешуші шайқас алдындағы генерал сияқты жүріп өтті. Оның соңынан Болаттың көзіне жарамсақтана қарап, қуарып терлеп кеткен Ерлан еріп жүрді. Мәдина оларды ыдыс жуатын бөлменің жартылай ашық есігінен бақылап тұрды. Болат Мақсатұлынан жасырын күш сезілетін, әлем олардың қалауына қарай иіледі деп үйренген адамдардың тұқымы. Ол қарсылықты көтермейтін қысқа бұйрықтар беріп жатты. Көп ұзамай қонақтар жинала бастады. Жанды музыка ойнады. Кішігірім сахнаға орналасқан ішекті квартет классикалық әуендерді ойнатты. Қымбат маталардың сыбдыры, хрустальдың сыңғыры, тұншыққан күлкі мен дауыстардың гуілі мейрамхананы толтырды. Бір сағаттан кейін жас жұбайлар келді. Мәдина оларды таза подностарды тарату орнына апарған кезде жанамалай көрді. Күйеу жігіт Димаш ақсүйектерге тән қуқыл өңі бар, бойшаң, арықша келген жас жігіт. Ол шаршаған сияқты көрінді. Оның күлкісінде бір жасандылық, қиналыс бар еді. Оның жанында крем-креміне ұқсайтын моншақтармен тігілген үлпілдек көйлек киген қалыңдық жарқырап тұрды. Банкет қыза түсті. Даяшылар аяқтарынан тік тұрып, ыстық тіске басарларды, уылдырықты, фашталған бекірені және қыздырып пісірілген торайларды тасып жүрді. Асүйде домна цехындағыдай ыстық болды. Аспаздар айқайласып жатыр. Ыдыстың сыңғыры құлақ тұндыратын тұтас гуілге айналды. Мәдина тоқтаусыз жұмыс істеді. Лас тәрелкелердің тауы қорқынышты жылдамдықпен өсті. Раковинадағы су көп ұзамай майдан лайланып кетті. Оны әр 10 минут сайын ауыстыруға тура келді. Арқасы от болып жанып, аяқтары ауырлықтан ісініп гүлдеп кетті. Тезірек қимылда!» деп айқайлады қасынан жүгіріп бара жатқан Ерлан. Оның беті терден жалтырап кеткен. Көбелегі бір жағына қисайып қапты. «Қазір ыстық тамақ береді, таза табақтар керек. Қолымды қимылдат, интеллигенция!» Мәдина қарқының бәсеңдетпестен үнсіз бассыз еді. Ол Ерланның бар ашуын өзінен алып жатқанын білді. Ол әлсіз еді. Ал әлсіз адамдар инстинктивті түрде өздерін жоғарылату үшін жауап бере алмайтын адамды іздейді. Колонияда ондайларды шибөрлер деп атайтын. Залда Астанадан шақырылған жұлдызды асабаның дауысы естілді. Ол әдемі тостар айтып, әзілдеп қонақтарды қыран топан күлкуге қарқ қылды. Болат Мақсатұлы үстелдің төрінде отырып, айтылып жатқан құттықтауларға пандықпен басы деп қояды. Ол болып жатқан оқиғаны мақтан тұтып отырды. Ұлының бай тойы іскер серіктестерінің алдында оның мәртебесі мен құдіретінің тамаша көрінісі еді. «Ал енді ханымдар мен мырзалар!» деп салтанатты түрде жариялады асаба. Оның дауысы динамиктер арқылы тіпті асүйге дейін жетті. «Біздің кешіміздің ең әсерлі, ең романтикалық сәті. Жас жұбайлардың алғашқы биі. Барлығыңыздан жастарды қолдауды сұраймын». Музыканттар ырғақты өзгертті. Вайстың нәзік, созылыңқы аккордтары естілді. Асүй жұмысшылары бірнеше минутқа жүгіруді тоқтатып, залға апаратын жартылай мөлдір есіктерге жабысты. Бәріне әдемі көріністі көргісі келді. Тіпті шаршаған Раушан да шақтауға сүйеніп жақынырақ келді. Мәдина да қолдарын сыртып есікке қарай бір қадам жасады. Көмескі шыны арқылы ол Димаш пен оның жас әйелінің залдың ортасына шыққанын көрді. Жарықты сәндіре түсіріп, тек бағытталған прожекторларды ғана қалдырды. Олар айнала бастады. Қалыңдық басын шалқайта күлді. Оның көйлегі жарық сәулелерінде құбылып тұрды. Ал күйеу жігіт
Мәдинаның адам жағдайының ең ұсақ бөлшектерін байқап үйренген кәсіби көзқарасы лезде қауіпті сигналдарды ұстап алды. Димаштың қимылдары бұғауланған, ағаш сияқты еді. Ол серіктесін жетелеп жүрген жоқ, керісінше оған ауыр сүйеніп бірді. Оның бетінен суық тер шығып кеткен, ал бос қолы әлдебір табиғи емес түрде кеудесіне қысылып тұр. Ой, қандай әдемі, деп күрсінді жанында тұрған жас даяшы қыз. Тура кинодағыдай. Мәдина үндемеді, бірақ оның ішінде көрінбейтін ішек керіліп кетті. Осы 3 жыл бойы ұйықтап жатқан кәсіби интуициясы кенеттен оянып өткір дабыл сигналын берді. Бірдеңе дұрыс емес. Музыка күшейе түсті. Жұп кезекті айналымды жасады. Сол кезде Димаш дәл залдың ортасында тоқтап қалды. Ол дем алуға тырысты. Оның аузы жағаға лақтырған балықтай ашкөздікпен ашылды. Көздері кенеттен келген төзгісіз үрейден шарасынан шыға жаздады. Қалыңдықтың белін қысып тұрған саусақтары босап кетті. Ол баяу, бейне бір баяулатылған кадрдағыдай жалтыраған паркетке құлай бастады. Қалыңдық шыңғырып жіберіп, оны ұстап қалуға тырысты, бірақ еркек денесінің ауырлығы оны да өзімен бірге төмен тартты. Музыка өткір, қате аккордпен үзілді. Залда 1 секундтық сыңғырлаған тыныштық орнады да, оны әйелдің жанышыра шыққан айқай жайы бұзды. Димаш, құдайым-ай, көмектесіңдерші! Мейрамхананың сәнді залы хаосқа батты. Біреудің қолынан түсіп кеткен бокалдың сыңғыры тапаншаның атылуында естілді. Қонақтар ауыр емен орындықтарды құлата, орындарынан атып тұрды. Қуырылған еттің және ері бастаған балауыз шамдардың иісімен араласқан қымбат әтірдің иісі кенеттен тұншықтырғыш қапырыққа айналды. Тобыр лезде паркетте жатқан күйеу жігіттің айналасында тұйықталды. Адамдар айқайлап итерісіп жатты. Біреу жігіттің мұрнына коньяк сімірілген майлықты тосып жатыр. Қалыңдық мыжылған көйлегімен тізерлеп отырып, Димашты иығынан жұлқылай жылады. «Ерлан, дәрігерді шақыр, жедел жәрдем!» деп бажылдады Болат Мақсатұлы, қонақтардың қалың шеңберін бұзып өтіп. Құдіретті магнаттың беті қорқынышты қып-қызыл түске енді. Ауыр жұдырықтары құрысып қалған. Әкімші Ерлан бағананың жанында сал болып қалғандай қатып тұрды. Оның беті бұзылған сүзбенің түсіндей қуарып кеткен. Дірілдеген қолдарымен ол ұялы телефонның перне тақтасында нөмір термек болды. Бірақ бағынбайтын саусақтары кішкентай пластик түймелерден сырғып кете берді. Аппарат оның қолынан сырғып кетіп, еденге гүрс етіп құлады. Шашырап кеткен бөлшектерге, түсіп қалған батареяға Ерлан қозғалуға шамасы келмей, мән-мағынасыз қарап тұрды. Жансыз дененің көрінісі оның бойында жабайы, сал ететін үрей тудырды. Мәдина 1 секундта ойланған жоқ. Резеңке етігі Асидің кафеліне ауыр соғылды. Ол маятникті есікті иығымен итеріп жіберіп, залға басып кірді. Тұздық пен сабынды судан дақ болған жұмыс халаты, асығыс тағылған орамал, қайнаған судан қызарып кеткен қолдар. Ол кешкі көйлек киген ханымдар мен фрак киген мырзалардың ортасында жабайы көрінді. Бірақ қазір мұның ешқандай маңызы жоқ еді. Ол қонақтарды өзінен күтпеген күшпен шынтағымен итеріп өтті. «Жол беріңдер, қолдарынды тартыңдар одан», деп ақырды ол. Жақын тұрған еркектер инстинктивті түрде жан-жаққа ығысып кетті. Дәл осы сәтте оның бойында бастықтардың қорлығына көнетін бұйығы ыдыс жуушыдан ештеңе қалмаған еді. Оның бойына адамдарды ажалдың суық тырнағынан жұлып алуға дағдыланған нағыз хирург бөлім меңгерушісі оралды. Оның дауысы үрейді басып кеңістікті толтырды. «Артырыңдар, сендер оны оттегінен айырып жатсыңдар». Ол күйеу жігітті қайтадан жұлқылап оятпақ болған қалыңдықтың қолын дөрекі түрде итеріп жіберіп, Димаштың қасына тізерлей құлады. «Оны жұлқылауға қалай батылым барады?» деп кесіп айтты Мәдина. «Оны түпкілікті өлтіргің келе ме?» Қыз бетін қолдарымен жауып шегініп кетті. Мәдина жігіттің үстіне еңкейді. Жағдайды бағалауға тура 3 секунд кетті. Тері жамылғысы күлсір түсті. Ерінің айналасы көгерген, тыныс алуы үстіртін, қырылдаған. Ернінде қызғылт көбік бар. Мәдинаның саусақтары найзағайдай жылдамдықпен ұйқы артериясына сырғыды. Тамыр соғысы аритмиялы, жіп тәрізді. Саусақ астында жоғалып барады. Жіті сол жақ қарыншалық жетіспеушілік, өкпенің ісінуі. Уақыт минутпен өлшеніп жатты. «Сен қайда қол сығып жатырсың, зек қатын?» Кенеттен есін жинаған Ерланның истерикалық шыңғырығы естілді. Әкімші оған қарғып келіп сілекейі шашырап иығынан ұстауға тырысты. «Болат Мақсатұлы, бұл ыдыс жуушы ғой. Оның есі дұрыс емес. Күзет, мына жында елді алып кетіңдер». Мәдина бұрылып қарамады да. Ол тек иығын сілкіп, Ерланның қолын қағып жіберді де, нағыз мұздай көзқарасының қасында тұрған күйеу жігіттің әкесіне қадады. «Сіздің ұлыңызда жедел инфаркт аясындағы кардиогенді шок», деді ол әр сөзін анықтап. Болат Мақсатұлының көзіне тіке қарап. Әрбір кешіктірілген секунд оның өмірін қияды. «Мен балаңызды құтқарып жатқанда, мына истерикті алып тастаңыз».
Кір халаттағы ыдыс жуушының өктем дауысы оның сыртқы көрінісіне мүлдем қашарама қайшы болғаны сонша Магнат бір сәтке аңтарылып қалды. Бірақ оған 90-шы жылдардың қатал бизнесінде аман қалуға көмектескен жыртқыштық түйсіді. Бұл әйелге сенуге болады, ол не істеп жатқанын біледі, деп сыбырлады. Жоғал көзіме, деп тыншыға ақырды Болат Мақсатұлы Ерланға қарамастан. Екі ірі күзетші лезде қуарып кеткен әкімшіні шетке ығыстырды. Мадина іске кірісті. Маған бірнеше еркек пиджагы керек, тез, деп бұйырды ол тобырға. Оларды орап беріңдер. Бірнеше қонақ сол заматта қымбат итальяндық пиджактерін асығыс шешіп әйелге берді. Ол тез, бірақ өте абайлап Димаштың денесінің жоғарғы бөлігін көтеріп, жартылай отырған қалып беру үшін жиналған киімдерді оның арқасымен басының астына қойды. Бұл тұншығып жатқан жүрекке түсетін күшті азайтып, өкпеге веналық қанның келуін азайтты. Жағасын ағытыңыз, галстугын босатыңыз, белбеуін шешіңіз, деп бұйрығын жалғастырды Мәдина. Терезелерді ашыңдар. Айдалаға ашыңдар. Далада минус болса да маған бәрібір. Оған таза ауа керек. Еркектер ауыр перделерге ұмтылып, биік терезелерді шалқасынан ашты. Паникаға сінген қапырық залға түнгі мұздай жел кіріп, үстелдердегі шамдардың жалынын үрейлене билеуге мәжбүр етті. Жедел жәрдем шақырылды ма деп сұрады Мәдина басын көтерместен, жігіттің тамыр соғысын бақылап. Я, деп айқайлады тобырдың ішінен біреу. Келе жатыр. Димаш қырылдап кетті. Оның қабақтары дірілдеп сәл ашылды. Жанары бұлыңғыр. Төніп келе жатқан бостық алдындағы жабайы қорқынышқа толы еді. Ол кеудесін ұстауға тырысып, ауаны аузымен қарман ашытты. Тыныш жат. Мәдинаның дауысы кенеттен тональдығын өзгертті. Болаттай қатаңдық кетіп, оның орнын жұмсақ гипнотикалық сенімділік басты. Ол тобырды өз денесімен жауып, оның бетіне жақынырақ ентиді. Маған қара, тек маған қара. Менің атым Мәдина, мен дәрігермін. Сен бүгін өлмейсің. Естідің бе? Мен саған рұқсат бермеймін. Менімен бірге демал. Қысқа демалу, ұзақ дем шығару. Кане? Жігіт алдындағы терлеген, шашы дудыраған әйелге Құдайға қарағандай қарады. Оның сенімділігі оған беріліп, үрейді сәл артқа шевіндірді. Ол оның тыныс алу ырғағына бейімделуге тырысты. Қырылдар сәл бәсеңдеді, бірақ еріндері әлі де қорқынышты көк түсті еді. Нитроглицерин бар ма? Деп қатты сұрады Мәдина пациенттен көзін алмай. Қонақтардың қайсысында нитроглицерин немесе валидол бар? Жедел. Тобыр қалталары мен сөмкелерін ақтара бастады. Менде бар. Мәдинаға таяқ ұстаған қар кісі жарып өтіп, ішіндегі кішкентай дәрілері бар шыны түтікті ұсынды. Керемет. Ол дәріні абайлап, Димаштың тілінің астына салды. Уақыт созылып, қою жабысқақ шайырға айналды. Мәдина қатты паркетте тізерлеп тұрып, терезеден соққан суық желдің өн бойынан өтіп жапқанын сезінді. Бірақ ол өзіне босаңсуға жол бере алмас еді. Қазір ол мына баланың өмірін саусақтарының ұшында ұстап тұр. Оның қалжыраған жүрегінің өз қолының астында қалай соғып, қалай тоқтап қала жаздап жатқанын тікелей сезініп тұрды. Болат Мақсатұлы қасында сервировка үстелінің шетіне ауыр сүйеніп тұрды. Проблемаларды телефон қоңырауымен немесе бір чемодан ақшамен шешіп үйренген шашы ағарған Титан қазір мүлдем дәрменсіз еді. Ол ыдыстырушы әйелге қарап тұрды. Оның жанарында қорқыныш, таңғалу және үркек үміт араласып кеткен. Алыста түнгі қаланың шуын жарып, жедел жәрдемнің сиренасы естілді. Дыбыс мейрамхана ғимаратына жақындап күшейе түсті. Келе жатыр құлыным, келе жатыр, деп сыбырлады Мәдина Димаштың қолын ұстап тұрып. Сен жарайсың, сен мықты төтеп беріп жатырсың. Залға реанимация бригадасы қарқынмен кірді. Қолдарында ауыр қызғылт сары чемодандары бар, көк униформа киген 3 ер адам жылдам тобырдың ортасына бағытталды. Дәрігер бетін терең әжімдер басқан 40-тар шамасындағы ұзын бойлы ер адам чемоданды еденге тастап Мәдинаның қасына тізерлей отырды. Мұнда не болып жатыр? Деп қысқа қайырды, ол сөмкесін ашып жатыр. Мәдина құрғақ кәсіби сленгті пайдаланып лезде жауап берді. Жіті сол жақ, қарыншалық жетіспеушілік, өкпенің ісінуі. Кең ауқымды алдыңғы инфарктқа күдік бар. Тамыр соғысы жіп тәрізді, аритмиялы. Қысымды өлшемедім, бірақ көзбен қарағанда критикалық төмен. Тиісті қалып бердім. Терезені аштым. Тіл астына нитроглицерин бердім. 3 минут бұрын. Жедел жәрдем дәрігері Константин лас алжапқыш киген әйелге таңғала қарап 1 секундқа қатып қалды. Сауатты, нақты баяндама. Мінсіз дәрігерге дейінгі әрекеттер. Мұның бәрі оның сыртқы көрінісімен мүлдем үйлеспеді. Сізді түсіндім әріптес, деді ол құрметпен бас изеп. Әрі қарай өзіміз. Венаға катетер, тез. Оттегі маскасы. Дефибрилляторды дайындандар. Не болса да дайын тұрсын. Мәдина Димаштың қолын босатып, тізесінен баяу әзер көтерілді. Арқасы өткір аурумен шаншып берді. Ол бригадаға орын беріп шетке шықты.
Соңғы 10 минут бойы оны ұстап тұрған кернеу тарай бастап, артынан соратын бостық пен тізесіндегі дірілді қалдырды. Реаниматологтар үйлесінді және тез жұмыс істеді. Қонақтар тобырының арасынан олар тұрақтандырылған, бірақ әлі де жағдайы ауыр пациентті зембілге салып, шыға беріске қарай алып кетті. Олардың соңынан көз жасын бетіне жағып, қалыңдық жүгірді. Қонақтар меңіреу күйде тұрып қалды. Мереке түбегейлі бұзылған еді. Сахнадағы музыканттар құралдарын үнсіз жинап жатты. Мәдина бұрылып, күйеу жігіттің әкесіне қарады. Болат Мақсатұлы әлі де үстелдің жанында тұрған еді. Кенеттен ол теңселіп кетті. Оның үлкен денесі әлдебір қолайсыз түрде бүктетіліп кетті. Ол бос қолымен аппақ көйлегінің жағасын жұлқылай ұстап, орындыққа ауыр отыра кетті. Магнаттың бетін қызылдақтар басты. Ол қырылдап, ауыр тыныс алды. Болат Мақсатұлы, деп оған компаньондарының бірі жүгіріп барды. Мәдина ауыр күрсінді. Аусым жалғасып жатты. Ол дымқыл маңдайын алақанының сыртымен сүртіп, тұншығып жатқан адамға қарай қадам басты. Мәдина Болат Мақсатұлының жанында бәйек болып жүрген серіктесін ысырып тастады. Саусақтары дағдыланған өктемдікпен бизнесменнің білегіне барып қонды. Тамыр соғысы ауыр станың балғасындай соғып тұр. Артерия тері астында серпімді арқандай керіліп кеткен. Магнаттың терісін қып-қызыл дақтар басты. Ол аппақ көйлегінің жағасын жұлқылай ұстап, ауаны аузымен қармана ашытып жатты. Ештеңе критикалық емес, деді ол бір қалыпты, сабырлы дауыспен еркектің қызарған көздеріне тура қарап. Қатты стресс аясында артериялық қысымның күрт көтерілуі, паникалық шабуыл. Болат Мақсатұлы оған бұлыңғы жанармен қарады. Менің ұлым, ол сіздің ұлымыз өмір сүреді, деді Мәдина қатаң, командирлік екпінмен оның үрейін басып. Бригада уақытында үлгерді, ұстама тоқтатылды. Қазір оны кардиореанимацияға алып барады. Ол кәсіби мамандардың қолында. Ал егер сіз қазір өзіңізді құрта беруді тоқтатпасаңыз, көрші палатаға сіз түсесіз де, балаңызға көмектесетін ешкім болмай қалады. Терең дем алыңыз, мұрынмен жұтыңыз, ауызбен шығарыңыз. Менің даусымды тыңдаңыз. Ол үстелден газы жоқ минералды су құйылған толық стақанды алып еркекке ұсынды. Аздап ұрттап ішіңіз, су салқын. Бұл тамырдың тарылуын басуға көмектеседі. Магнат кішкентай балаша тілязарлықпен жұқа шынының ернеуіне жабысты. Оның ауыр кеудесі баяу төмендеп қайта көтерілді. Бетіндегі қызылдақтар ағарып, орнын қалыпты тері түсіне бере бастады. Тыныс алуы теңелді. Еркек емен орындықтың арқалығына шалқайып, шулы әрі ұзақ дем шығарды. Сіздің есіміңіз кім? Деп сұрады ол қарлығыңқы дауыспен. Алдында тұрған әйелді көзін сығырайта мұқият зерттеп. Мәдина, сіз менің ұлымды құтқардыңыз, Мәдина. Дәрігерлер уақыт секундпен өлшеніп тұрғанын айтты. Сіз бейне бір күн сайын адамдарды о дүниеден қайтарып жүргендей сенімді әрекет еттіңіз. Сіз кімсіз өзі? Мен бұл жерде ыдыс жуамын, Болат Мақсатұлы. Ол дымқыл жұмыс халатының қалтасына қайнаған судан қызарған қолдарын жасырып, сәл артқа шегінді. Ыдыс жуушылар бір қарағаннан диагноз қоймайды және кәсіби медициналық сленгпен реаниматологтарға бұйрық бермейді. Дәл осы сәтте Мәдинаның артынан мейрамхана әкімшісі Ерлан шыға келді. Жаңа ғана перденің артында жабайы қорқыныштан дірілдеп тұрған ол, енді жағдайды қайтадан өз бақылауына алып, бай клиенттің алдында жарамсақтануға тырысты. Болат Мақсатұлы, Құдай үшін мынаны кешіріңізші. Ерлан Мәдинаға дірілдеген саусағымен нұсқап, еріндерін жеркене қисайтты. Мен оған сенуге болмайтынын айттым ғой. Ол бұрынғы қылмыскер, колонияда отырып шыққан. Зек қатын. Оны жалпы қалыпты адамдардың қасына жолатуға болмайды. Оның ойында не бар екенін кім білсін. Үлкен тас талқан болған залда ауыр қою тыныштық орнады. Болат Мақсатұлы баяу басын бұрды. Оның қарайған жанарында сондай бір шынайы, жыртқыш қаһар жарқ еткені сонша, Ерлан өз сөзіне өзі қақалып қалып, орындықты құлата жаздап, инстинктивті түрде артқа шегінді. Үніңді өшір, деп жай ғана, бірақ люстрадағы хрусталь моншақтар сыңғырлап кететіндей етіп айтты бизнесмен. Оның атына тағы бір сөз айтсаң, өзің этаппен кетесің. Мен саған кепілдік беремін. Көзіме көрінбей жоғал. Айткімшіні мұздай жел үрлеп әкеткендей лезде ғайып болды. Магнат қайтадан Мәдинаға көз тоқтатты. Әйел ешбір мінессіз, абсолютты қадір қасиетін сақтап тік тұрды. Ешқандай қысылуда, ақталуға тырысуда. Бөтеннің байлығының алдында жағымпаздану да жоқ. Бұл оны бәрінен де бетер таңғалдырды. Ол адамдардың өзінің алдында құрдай жорғалап пайда іздейтініне үйренген еді. Ал бұл әйел оған терезесі тең адамдай қарады. Сіз не үшін жаза өтедіңіз, Мәдина? Деп сұрады ол тікелей, еш айналшықтамай. 317 бап. Абайсызда адам өліміне әкеп соққан салғырттық. Деп құрғақ хаттамадан көшірме оқып тұрғандай сабырлы жауап берді ол. Бөлімде жас босанатын әйел қайтыс болғанда мен кезекші дәрігер болдым. Және сіз шынымен кінәлісіз бе? Мәдина ащы жымиды. Көзінің қиығымен ол даяшылардың ыдыс сынықтарын үркеу жинап жатқанын байқады. Мереке аяқталды. Қонақтар ақырындап тарай бастады. Сот солай деп шешті.
Құжаттар бойынша бүкіл жауапкершілік менің мойнымда болды. Ол талшын туралы айтқан жоқ. Баспалдақтан құлап қалған Данаға қалай асыққанын да түсіндіріп жатпады. Ақталу әлсіздердің ісі. Ол сасық түрме камерасының табалдырығын аттаған күні-ақ өз кінәсін қабылдаған. Және қазір ықпалды адамның аяушылығын ояту үшін өз трагедиясымен саудаласуды мақсат етпеді. Болат Мақсатұлы орындықтан ауыр көтерілді. Үнсіз күзетші берген таяққа сүйеніп, ол Мәдинаға қарай бір қадам жасады. Бүгін менің баламды клиникалық өлімнен мұздай сабырлылықпен алып шыққан адам қылмыстық салғырттыққа жол беруі мүмкін емес, деді ол нық дауыспен. Мен адамдарды кардиологиядан да жақсырақ танимын. Ертең менің заңгерім сізбен хабарласады. Қоңырау күтіміз. Ол бейне бір көрінбейтін келісінді растағандай қысқа ғана басы зеп шыға беріске қарай беттеді. Оның соңынан күбірлесіп абдыраған қонақтар да ерді. Мәдина олардың соңынан қарап тұрды. Неге екені белгісіз, ертең бәрі оған ертең бірдеңе уәде етеді. Ал бүгін оның алдында жуылмаған чех хрусталі мен табалардың тұтас тауы күтіп тұр еді. Ол бұрылып қайтадан ас үйге кетті. Маятникті есіктер оның артынан жұмсақ жабылып, босап қалған залдың жарқыраған сәулесін ыстық, дәмдеуіштер мен арзан сабынның иісі сіңген ас үй әлемнен бір жола бөліп тастады. Ыдыс жуатын бөлмеде меңіреу тыныштық орнаған. Басынан өткен сұмдықтан сәл есін жинаған Раушан ағаш орындықта отырып, жуылып қойған тәрелкелерді таза сүлгімен механикалық түрде сыртып отыр екен. Мәдина, деп сыбырлады аспазшы, оған құрметтен шарасынан шыққан көздерімен қарап. Мен бәрін саңлаудан көрдім. Сен оны о дүниеден қайтарып алдың ғой. Қалайша сен бізбен бірге мына лайдың ішінде қазылып жүрсің? Сен әулиесің ғой. Мәдина үндеместен раковинаға жақындап ыстық суды қосты. Күйдіріп бара жатқан ағын қайнаған судан қызарып жара болған қолдарына тиді. Бірақ ол физикалық ауырсынуды мүлдем сезбеді. Көз алдында осы күндері нешінші рет Дананың бейнесі тұрды. Сұлу, күтімі келіскен, бірақ өз анасына деген ұят пен жиіркеніштен бұрмаланған өз қызының бейнесі. Әкем маған бұл сандырақты оқуға айым салды. Сен адам өлтірдің. Бұл сөздер ағып жатқан судың дыбысын басып, шекесінен ауыр балғамен ұрып жатқандай болды. Егер Дана оны бүгін көрген болса, егер институт есігінің алдында жеркеніп итеріп тастаған анасының қолдары жаңа ғана бөтеннің баласына өмір сыйлап, оны тұңғиықтың шетінен ұстап қалғанын түсінсе ғой. Бірақ бұл жерде Дана жоқ. Тек шаршаған Раушан, лас ыдыстар және алда күтіп тұрған ұзақ бітпейтін түн ғана бар еді. Мәдина қатты темір шетканы алып, шойын табаға жабысып қалған майды қыра бастады. Әрбір қозғалысы иық буындарында тұпай сыздаған аурумен берілді. Еңбек құтқарып тұрды. Еңбек оның санасының түңілу тұңғиығына батып кетуіне жол бермеді. Таңға жуық ауыр ауысым аяқталды. Ерлан күн шыққанша ас үйге қарамады. Өз кабинетінде бір бөтелке коньякпен тығылып отырды. Ол қорықты. Ол жұмыстан қудан да емес, құдіретті Болат Мақсатұлының осы көзге түспейтін, қорқынышты әйелге кенеттен көрсеткен көрінбейтін, бірақ сезілетін қамқорлығынан қорықты. Көшеге шыққанда Мәдина таңғы өңменен өтетін суықтан қалтырап кетті. Степногорск енді ғана оянып келе жатты. Ылғалға толған төмен бұлттардың арасынан күннің алғашқы үркек сәулелері көрініп, көкжиектегі металлургиялық зауыттардың мұжаларын бозғылт қызғылт түске бояды. Ол өзін мүлдем бос сезініп, аялдамаға қарай сүйретіліп бара жатты. Құтқарылған өмірден қуаныш та жоқ. Болат Мақсатұлының уәдесіне деген үміт те жоқ. Түрме оны әдемі сөздерге сенуден бір жола арылтқан еді. Тек іс-әрекетте ғана сенуге болады. Нағыз әділеттілік сирек жағдайда ғана фанфардың үнімен келеді. Көбінесе ол үміт әбден қурап күлге айналғанда өте тыныш, білдіртпей ғана басып келеді. Үйлену тойы артта қалып, Степногорск қаласының қалалық аңызына айналды. Тура 10 күн өтті. Мәдина жұмысын жалғастыра берді. Әр таң сайын ол резеңке етігін киіп, орамалын тартып, раковинаның жанына тұратын. Ерлан енді ыдыс жуатын бөлмені айналып өтетін болды. Оның тәкаппар дауысы тек залда ғана естілетін, ал ыдыс жуушымен ол Раушан арқылы ғана сөйлесуді жөн көрді. Көрінбейтін қамқоршыдан қорқу әкімшіні тұсап, оны үркек көлеңкеге айналдырып жіберді. Сол сейсенбідегі ауысым ерекше тыныш өтіп жатты. Мәдина тәрелкелерді сүртіп, ескі тоңазытқыштың бір қалыпты гуілін тыңдап тұрған. Кенеттен есік ашылды. Босағада Ерлан да емес, аспаздар да емес. Үстіне қымбат кашемир пальто және қатаң көзілдірік киген бойшаң ер адам тұрды. Қолында былғары папкасы бар. Мәдина ханым, оның дауысы бір қалыпты, бірақ айқын құрметпен шықты. Ол дымқыл алақандарын алжапқышына сүртіп, кранды баяу жапты. Кімнің сұрағанына байланысты? Менің атым Ильяс Фархатұлы. Мен Болат Мақсатұлының қауіпсіздік қызметінің бастығы әрі бас заңгерімін. Ер адам жоғары ылғалдылық пен жуғыш заттардың иісін байқамағандай ішке қарай бір қадам жасады. Бізге сөйлесу керек, бұл жерде емес.
15 минуттан соң олар мейрамхананың бос залындағы алыс үстелдің басында отырды. Бордай қуарып кеткен Ерлан оларға қымбат көк шай толтырылған шайнекті өз қолымен әкеліп беріп, сол заматта ғайып болды. Ильяс Фархатұлы папкасын ашып, үстелге бір десте қағаз шығарды. Болат Мақсатұлы, сөзді желге ұшыруға дағдыланбаған адам, деп бастады заңгер Мәдинаның бетіне мұқият қарап. Менің адамдарым 3 жыл бұрынғы оқиғаларға тәуелсіз тергеу жүргізді. Біз аурухананың архивтерін көтердік. Бұрынғы қызметкерлерден жауап алдық. Бірақ ең бастысы, біз акушер Талшынды таптық. Бұл есімді естігенде Мәдинаның ішінде ауыр, сыңғырлаған бостық пайда болды. Жылы шынаяқтың сыртында жатқан саусақтары дірілдеп кетті. Ол қала сыртындағы саяжайда тұрады екен. Қоян өсіріп, тәуір зейнетақы алып отыр, деп жалғастырды ер адам. Оның құрғақ дауысынан әрең байқалатын жиіркеніш сезілді. Басында ол шамданып өтірік ашуланған болды. Бірақ біз оның алдына кезекшілік кестесінің көшірмелерін, оның мерейтой тойланып жатқан ординаторлықтың кілтін алғанын растаған күзетшінің түсініктемесін және марқұмның қолтаңбасы анық қолдан жасалған медициналық картасын қойғанымызда ол сынды. Мәдина үндемеді. Залдағы ауа кенеттен ауырлап кетті. Ол түрменің қатты төсегінде жатып, бұл сәтті қаншама рет елестеткен еді. Шындықтың қалай ашылатынын, өзінен қылмыскер деген таңбаның қалай алынып тасталатынын қиялдайтын. Бірақ дәл қазір, өзгенің мойындау хатының тегіс жолдарына қарап, ол тек шексіз, бәрін жұтып қоятын шашаңқылықты ғана сезінді. Ол прокуратураға шын жүректен мойындау жазып берді. Ильяс Фархатұлы үстіңгі парақты оған қарай жылжытты. Онда оның өзінің мас күйін қалай жасырғаны, пациенттің жағдайының нашарлауын қалай елемегені және сізді қызыңызға кетуге неліктен көндіргені егжей-тегжейлі жазылған. Іс жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралады. Сіздің соттылығыңыз жойылады. Сіздер мұны не үшін істедіңіздер? Деп ақырын сұрады Мәдина заңгерге өткір қара жанармен қарап. Бөтен адам үшін мұншама қиындықтың не керегі бар еді? Болат Мақсатұлы оны құтқарғаным үшін жай ғана ақшамен құтыла салар еді ғой. Ильяс Фархатұлы жеңіл түсіністікпен жымиды. Димаш сауығып келеді. Кеше оны реанимациядан қарапайым палатаға ауыстырды. Дәрігерлер растады. Егер сіздің алғашқы минуттардағы сауатты әрекеттеріңіз болмағанда, салдары өліммен аяқталар еді. Болат Мақсатұлы мұндай таланты мен қайтпас сабыры бар хирургтың ыдыс жуып жүргенін дұрыс емес деп санайды. Бұл сау ақылға қарсы қылмыс. Ол папкадан тағы бір құжатты шығарды. Қымбат қағаздан жасалған тығыз конверт. Сонымен қатар біз сіздің қаржылық істеріңізді де тексердік. Сіздің ай сайын қайтыс болған қыздың анасына жіберіп тұрған аударымдарыңыз туралы білеміз. Болат Мақсатұлы бұл мәселені жабуды өз мойнына алуға батылы барды. Егде жастағы әйелге облыс орталығынан жаңа үй сатып алынды және оның еміне шектеусіз есепшот ашылды. Ол енді еш нәрседен мұқтаждық көрмейді. Сіздің кресіңіз шешілді, Мәдина ханым. Кеудесін қатты қысқаны соншалық дем алу қиындап кетті. Мәдина басын төмен түсіріп бетін жасырды. 3 жыл бойы ол бұл кінәні ауыр тастай көтеріп, қолдарын қанға дейін қажап келді. Мінеки, енді біреу жай ғана келіп, бұл жүкті алып кетті. Конвертте сізді біздің компания салып жатқан жаңа медициналық орталықтың меңгерушісі қызметіне тағайындау туралы бұйрық. Ашылуы 1 айдан кейін. Сізде дем алып, істеріңізді ретке келтіруге уақыт бар. Заңгер пальтосының түймесін қадай орнынан тұрды. Және тағы бір нәрсе. Біз сіздің бұрынғы күйеуіміз Мұрат туралы да мәлімет алдық. Мәдина басын жұлып алды. Болат Мақсатұлы кейбір құжаттардың көшірмесін сіздің қызыңыз Данаға беруді жөн көрді. Ильяс Фархатұлының дауысы қатайды. Қыз анасын нақты кімнің құрдымға кетіргенін, жақсы адвокаттар жалдаудан бас тартқанын және әкесінің сотқа дейін ақ өзінің құпия байланыстарын кімнің есебінен төлегенін білуі керек. Сау болыңыз, Мәдина ханым. Ол шығып кетіп, Мәдинаны үлкен үстел басында жалғыз қалдырды. Айналада хрусталь люстралар жарқырап, фонда ақырын музыка ойнап тұрды. Мәдина қағаздарға қарап, ерінен тұздың дәмін сезді. Ұзақ жылдар ішінде алғаш рет көрінбейтін сауыт сызат беріп, төгілмеген көз жасына жол ашты. Мәдина үнсіз жылады. Бұл сирек кездесетін ауыр көз жасы жанды жуып, одан сынып қалған түрме шаңын, қорлаудың кермет дәмін және болашаққа деген жансыздандыратын қорқынышты шайып шықты. Ауысым түн ортасында аяқталды. Мәдина қызметтік есік арқылы көшеге шықты. Қыз өз құқығына толық еніп. Ірі, үлпілдек қар қиыршықтары қара асфальтқа баяу қонып, үлкен қарбалас Степногорск қаласының дыбыстарын жұтып жатты. Ауа аязды, таза.
Ол өкпені қарып ойды тұнықтандырады. Жалғыз көше шамының астында бір аяғынан екінші аяғына ауысып тұрған қыз баланың сұлбасы көрінді. Дана. Қыз оған қарай қадам басты. Шамның сары жарығында оның қатты тоңғаны көрініп тұрды. Оның жүзінде институт ғимаратының алдындағы кездесуде болған баяғы тәкаппар тікенек маска жоқ еді. Беті қуарып, еріндері ұсақ дірілдейді. Қолында қалың қағаз конвертті қатты қысып алған. Ама бұл сөз оның ерінен өте ақырын, тіпті мүсіркеп шығып, аязды ауада лезде еріп кетті. Мәдина тоқтады. Ешқандай кінәлау да, ешқандай тәкаппарлық та жоқ. Олардың арасында өткен жылдардың өкпе ренішін қарқынмен өртеп жатқан қою, ауыр тыныштық ілініп тұрды. Ол бәрін өтірік айтыпты. Дана ылғалды етіріне қарап басын төмен түсірді. Оның дауысы үзік-үзік сыбырға ұласты. Әкем, ол ана әйелмен тыныш өмір сүру үшін сені қуып жіберген ғой. Ал маған сені менің репутацияма қауіпті қылмыскер деп сімірген. Мен құжаттарды оқыдым, мен даталарды көрдім, ама кешірші мені. Кешірші, қолымнан келсе. Мен сенің алдында қатты кінәлімін. Мәдинені алға бір қадам жасады. Ол сол баяғы қайнаған су мен тазалағыш заттардан кедір-бұдыр болған қолдарын созып, бауыр еті баласын қатты құшақтады. Дана анасының ескі пальтосының қатты матасына бетін басып, балаша еңіреп жылап жіберді. Саусақтарымен оның иығына жабысты. Мәдина оның мұздай шашынан сипап, ұмытылған туған иісті ішіне тартты. Ол осы көз жасымен бірге сол бір қорқынышты аурудың жаңғырығы мәңгілікке кетіп, түнгі қарлы боранда еріп бара жатқанын сезінді. Ол тынды. Көптен күткен тыныштық орнады. «Жүр, үйге қайтайық, Дана», деді Мәдина бір қалыпты, жылы дауыспен. «Екеумізге көп нәрсе туралы сөйлесу керек». Бір айдан соң. Кең кабинетте озонның және жаңа медициналық журналдардың балғын баспахана бояуының иісі аңқып тұр. Мәдина үлкен айнаның алдында тұрып, аппақ, мінсіз крахмалданған халаттың түймелерін асықпай қадап жатты. Тығыз мата иығына жайлы қонды. Түймелердің құрғақ сыртылы оған қазіргі сәтте ең керемет музыка болып естілді. Өзінің шын мақсатына оралу музыкасы. Оның қолдары енді қалтаға жасырылмайды. Бұл тәжірибелі хирургтың күтім көрген сабырлы қолдары. Өткен шақ қайта қаралған сот ісінің және акушер талшының мойындауының ауыр есігінің артында мәңгілікке жабылып қалды. Кабинеттің есігі жұмсақ ашылды. Босағада таза униформа киген жас медбике көрінді. «Мәдина ханым», деді қыз құрметпен. «Үшінші палатадағы пациент әйел ішінің тартып ауыратынына шағымданып жатыр. Қарап жібересіз бе?» Мәдина бұрылды. Ол қою жанарында бір қалыпты сенімді сәуде жанып тұр еді. «Қазір барамын», деп жауап берді ол. Ол клиниканың жарық дәлізіне шығып, кабинеттің табалдырығын аттады. Жылтыраған еденмен басқан оның әрбір қадамы осы әлемдегі өзінің заңды орнын қайтарып алған адамның қадамы еді. Өмір кейде бетперделерді жұлып алып, үйреншікті жайынлықтан айырып, аяусыз соққы береді. Түрме, күйеуінің сатқындығы, ауыр әрі қорлыққа толы еңбек. Мұның бәрі оны езіп, шаңға айналдырып жіберуі мүмкін еді. Бірақ адамның шынайы күші құламауға тырысуында емес, ең тіпсіз тұңғиықтың өзінде жан дүниесін сақтап қалу қабілетінде жатыр. Қатыгезденіп кетпеуде, бөтеннің қайғысына бей-жай қарамауда. Әділеттілік бұл соқыр кездейсоқтық емес, бұл біздің өз таңдауымыздың заңды нәтижесі. Жағдай сенен қасқыр болуды талап еткен күннің өзінде адам болып қалу. Суға тастаған жақсылық әрқашан өзіне қайтып оралады. Мәдинаның тарихы сіздің жүрегіңізді тебірентті ме? Ең жақын адамдарыңыздың осындай қатыгез сапқындығына тап болсаңыз, оның орнында не істер едіңіз? Өз қызыңызды кешіре алар ма едіңіз? Өз ойларыңыз бен өмірлік тәжірибеңізбен пікірде бөлісіңіздер. Барлықтарына сәлем, мен атым Айнагүл. Өмірлік оқиғалар арнасына қош келдіңіздер. Егер оқиғалар ұнап жатса, лайк басып, комментарийға ойларыңызды және қай қаладан көріп отырғандарыңызды жазып кетіңіздер. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Бұл арнадағы мақсатым 1000 оқырман жинау. Сол үшін арнаға тіркеліп, бұл видеоның астындағы қызыл батырманы басып кетсеңіздер, бұл мен үшін үлкен мотивация болады.